Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, пісіруді қажет етпейтін чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасалу жолы өте оңай. Алдымен қамырын дайындайтын боламын, ол үшін печенье қажет болады. Печеньені мен блендер арқылы үгітемін. Басқа жолмен үгітсеңіздер де болады. Үгітілген печеньенің ұнтағын ыдысқа салып, печеньенің үстіне бөлме температурасында ерген сары майды қосып, силиконды күрекшемен немесе қасықпен араластырып, диаметрі 22 см болатын формаға печеньені саламын. Қасықпен біркелкі болу үшін печеньені тегістеймін. Формаға печенье тегістеп болғаннан кейін форманы тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямын. Ортаңғы қабатын дайындаймын, ол үшін желатинді ыдысқа салып, үстіне суық су құйып, араластырып, желатин еруі үшін жарты сағатқа шетке қойып қоямын. Ыдысқа ірімшік, қаймақ, қант және ванильді қант қосып, араластырып, блендермен ezемін. Осы сұйық массаның үстіне микроволновкада ысытылған желатинді қосамын. Желатинді міндетті түрде ысыту керек, водяной баняда немесе микроволновкада ысытсаңыздар болады. Бірақ қайнап кетпеу керек. Тоңазытқыштан алынған формаға сұйық массаны құямын. Бәрін құйып болғаннан кейін форманы тағы да тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямын. Ортасында суфле қатуы керек. Үстіңгі массасын дайындаймын. Ол үшін желені ыдысқа салып, оның үстіне қайнаған суды құйып, суығанша шетке алып қоямын. Форманы тоңазытқыштан алып шықтым. Ортасында суфле қатқан, оның үстіне шиені салып, бөлме температурасында суыған желені шетінен қасықпен құямын. Тағы да тоңазытқышқа қойып қоямын. Менде бұл чизкейк тоңазытқышта 3 сағат тұрды, толық қатты. Үстіне қойылатын жеміс жидекті өз қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Чизкейк дайын, ас болсын.